Саламатсыздар ма, магистранттар? Бүгін біз қарастыратын тақырыбымыз CBDC және банк жүйесін түрлендіру, өтімділік пен тұрақтылыққа шақырулар. Бұл дәрістің мақсаты Қазақстан банк жүйесінің өтімділігі мен қаржылық тұрақтылығына орталық банктің цифрлық валютасы, цифрлық теңге, CBDC қалай әсер ететінін зерттеу, әлеуетті артықшылықтар, каналдар, тәуекелдер және реттеу құралдарын қарастыру. Жалпы CBDC неден тұрады? Теориялық негіздеріне тоқталып өтсек, ол CBDC орталық банк шығарған заңды төлем құралы мәртебесіне ие сандық ақша. Негізгі сипаттамалары ресми мәртебе, жоғары сенімділік, сандық формат, жылдам есептеулер, ашықтық және төлем инфрақұрылымымен интеграция. Қазақстанда цифрлық теңге қолма-қол емес және қолма-қол теңгенің қасиеттерін біріктіретін қосымша нысан ретінде қарастырылады. Жалпы Қазақстан Республикасында эмитент ол Қазақстан Республикасының ұлттық банкі CBDC тікелей міндеттемесі. Жылдамдығы транзакция уақыты 1-3 секундты құрайды, 24/7 жұмыс істейді. Қауіпсіздік тұрғысынан орталықтандырылған леджер жоғары киберқорғаныс талаптарын қарастырады. Жалпы CBDC мен ұлттық ақша жүйесіндегі орны қарастыратын болсақ, цифрлық теңге ұлттық валютаның үшінші нысаны, қолма-қол және коммерциялық банк салымдарына қосымша. Яғни оның мақсаты төлемдерді жеделдету, қаржылық инклюзияны кеңейту, мемлекеттік төлемдерді автоматтандыру және финтех инновацияларын қолдау. Алайда CBDC коммерциялық банктердің өтімділігіне әсер етуі мүмкін. Сондықтан тәуекелдерді бағалау қажет. Қазақстан цифрлық теңге жобасының архитектурасы. Жалпы ұлттық банк екі деңгейлі модельді таңдады. Қазақстан Республикасының ұлттық банкі эмиссия және платформа операторы, және екінші деңгейлі банктер клиенттік сервисті қамтамасыз етеді, яғни амиан төлемдер. Технологиялық негізіне Hyperledger, фабрик және кросс-чейн интеграциясы. Яғни Capacity 10.000 TPC, яғни арнайы тапсырма бойынша жасалынған, мақсаты бөлшек саудаға масштабтау. Екі деңгейлі сәулет бұл ұлттық банк эмитент және коммерциялық екінші деңгейлі банктер клиентке интерфейс және кис құрастыру. Жалпы технологиясына Hyperledger қосылған кросс-чейн интеграция бұл бағдарламаланатын ақшаны және смарт-контракт мүмкіндіктерін қолдайды. Жалпы өтімділікке әсер ететін арналарды қарастыратын болсақ, оның негізгі жолдар ретінде CBDC енгізу банктердің өтімділік құрылымына бірнеше арна арқылы әсер етуі мүмкін, яғни дезинтермедиация, яғни депозиттердің CBDC-ге ауысуы, ақшаның өтімділік талаптарының өзгеруі, транзакция жылдамдығының артуы және тәуекелдердің қайта бөлінуі. Бұл каналдар банктердің қорландыру құны мен несие беру қабілетіне тікелей ықпал етеді. Жалпы бұл диаграммада қарастырып отырғандай, CBDC-дің депозиттерді қайта бөлу, өтімділік қысқару және реттеуші интервенциялары қарастырылған. Жалпы тәуекелдер мен оң сыртқы әсерлерінің матрицасын қарастыратын болсақ, бұл жерде тәуекелдер, ол бірінші тәуекел депозиттік кету, яғни банк өтімділігінің төмендеуі. Келесі тәуекел сандық банк грант тәуекелі, жылдам конверсия және киберқауіптер және транзакцияға цензура болуы мүмкін. Оның негізгі артықшылықтарды төлемдерді жеделдету және шығындарды азайту,
келесі артықшылығы ол ашықтық көлеңкелі секторды қысқарту, және келесі артықшылығы инновациялар, смарт контракт және жаңа өнімдер. Жалпы реттеу опцияларына амианға сақтау лимиттері, мысалы 100-500 мың теңгені дей болуы мүмкін, иә. Келесі опциясы ол ломбардтық тізім мен Қазақстан Республикасы ұлттық банк құралдарын кеңейту және офлайн транзакциялар үшін арнайы механизмдер. Жалпы цифрлық теңгенің нақты қолдану мысалдарын қарастыратын болсақ, ол бірінші атаулы әлеуметтік көмек барысында қолданылады, яғни Ақмола облысында 174 отбасы әлеуметтік амиян арқылы азық-түлік ваучерлерін алады. Бұл пилоттық бағдарлама оң нәтижені көрсетті. Келесі ол цифрлық ККС, яғни қосымша құн салығы қайтарулар цифрлық амиян арқылы жедел жүзеге асырылып, кейбір қатысушылар 5 жұмыс күні ішінде қайтару алды. Яғни стандартты процессті айтарлықтай жылдамдатуға мүмкіндік туды. Келесі ол кедендік төлемдер, яғни бұл да пилоттық жоба, яғни цифрлық теңге арқылы төлем түскен кезде кеденнен жүкті автоматты босату мүмкіндігі қарастырылуда. Жалпы азаматтар, бизнес және мемлекет үшін артықшылықтарын қарастыратын болсақ, ол азаматтар үшін 24/7 тегін P2P банкроттығынан тікелей қорғану, яғни цифрлық амиян ұлттық банкте орналасады, иә. Атаулы субсидиялардың бағдарламалануы, карта жүйелеріне тәуелділіктің төмендеуі, ал бизнес саласы үшін ол эквайринг шығындарының төмендеуі, бірден есептеу, смарт контракт арқылы автоматтандырылған төлемдер. Ал макродеңгейде қарастыратын болсақ, мемлекет үшін шығыстардың ашықтығы, көлеңкелі экономиканы қысқарту, нүктелік монетарлық құралдар болып табылады. Жалпы реттеу сценарийлер және халықаралық сабақтар қарастыратын болсақ, реттеу негіздері ретінде Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің негізгі заңнамалық базаны пайдаланады. Яғни номер 43 қаулы цифрлық теңге 2025-27 стратегиясы және төлемдер туралы заңы. Оның негізгі сценарийлері консервативтіден минималды әсер алу, орташадан жүйенің бейімделуі, белсендіден айтарлықтай өтімділік өзгерістері, ал инновациялық тұрғыдан смарт контракт интеграциясы. Жалпы халықаралық мысалдар ретінде дамыған елдер Қытай, Швеция, Нигерияны алуға болады. Бұл Қазақстанға инфрақұрылым, қолдану жағдайлары және қабылдау сабақтарын ұсынады. Жалпы қорытынды ретінде цифрлық теңге Қазақстанның төлем құрылымын, қаржылық инклюзияны және мемлекеттік қызметтерді түрлендіру мүмкіндігі. Бірақ өтімділікке әсері мен банктердің несие қабілетін сақтау үшін реттеуші шаралар, яғни шектеулер, лимиттер, ломбардтық құралдар, резервтер және кезең-кезеңмен енгізу қажет. Ұсынылатын негізінде ұсыныс ретінде келешек қадамдар, яғни интеграцияны біртіндеп кеңейту, көрсетілген шектеу лимиттерді тестілеу, коммерциялық банктермен координация және кибер қауіпсіздікке инвестициялау. Қысқа мерзімді тұрғыдан пилоттарды жалғастыру, лимиттерді реттеу, регуляторлық базаны бекіту болып табылады. Ал орта мерзімді тұрғыдан банктермен келісім, офлайн төлемдерді енгізу, смарт контракт API ашу. Ал ұзақ мерзімді тұрғыдан халықаралық интеграция, трансшекаралық төлемдер, сандық экономиканың дамуы. Жалпы сіздерге бақылау сұрақтары беріледі. Осыны қарастырып келеміз. Бүгінгі тақырып бойынша осы. Назар қойып тыңдағандарыңызға